Сәлем, достар. Бұрынғы кеңес өкімет кезінде ұлы отан соғысы деп жүруші едік. Қазір мүмкін ұлы отан соғысы емес те шығар. Кәдімгідей екінші дүниежүзілік соғыс деп атауға болады. Бүгінгі мынау бейне жазба сол соғыс туралы болмақшы. Сол соғыста әлі күнге дейін аталарын, енді кейбіреулері әкелерін, тірі болса енді мынау қариялар, кейбіреулер аталарын іздеп жүр. Сондықтан сол іздеу жолын кішкене әңгімелеп берсем деген ойым бар. Соны қазір көрейік. Сонымен мынау Ресейдің қорғаныс министрлігінің архивінің, басты архивінің барлық құжаттарды цифрлап солды мынау ОБД, мынау жазылып тұр. Неде ОБД memorial.ru деп осы жерде көп адам өзінің табуы қазір әбден болады. Егер өз жерден табуға болады, содан кейін тағы да осы жерде мынау төмен жағында мынау подвиг народа, память народа деген сол сайтқа кіріп, осыны басып қалсақ, мейлімен басып ашып қояйын, содан кейін тағы да осы жерге кіріп память народа сол жақтан тағы да бір кішкене әңгімелеп көрейік. Мүмкін пайдасы болады шығар. Мен осы көтеріп отырған мәселе мынау осы сайтпен қалай жұмыс істеу керек екенін кішкене әңгімелеп бермекшімін. Егер мына жерде қазақ тілі жоқ, сондықтан орысша, ағылшынша, ал қазақ тілі жоқ, сондықтан қайтейік енді орыс тілінде жұмыс істей береміз. Мына жерге кіру деп тұр, войти. Енді бұл жаққа кірудің аса қатты шарты жоқ. Былай жақта жұмыс істей беруге болады, іздестіріп. Бірақ іздеген кезде мен кішкене мынандай не көрсетіп бермекшімін. Мысалға, іздеген адам ойлайды да, мына жерге, мына жақтан установить судьбу деп өзінің жаңағы атасының фамилиясын салып, әкесінің атасының фамилиясын, атын, содан кейін жаңағы оның әкесінің атын сөйтіп жазса, осының бәрін толтырып берсе, бірден саған шығарып береді деп ойлау мүмкін да, бірақ ол қате демекшімін да. Оны үйтудің қажеті жоқ. Одан да мен ең кең жалпы мұнаны шарпайтын жаңағы сол жолын ашып бермекшімін да. Мысалға жаңағы мына жақта 1.700.000 жазу бар дейді да, мына қағаздар. Мейлі. Ол 21-22 жылдар қосылған деп қояды. Мейлі, солай ақ болсын. Бірақ бірден мен айтпағым. Біріншіден, міне жақта бірден аты жөнін толтырып жазудың еш қажеті жоқ. Содан кейін мынау сайтқа келгеннен кейін не істеу керек? Мына расширенный поиск деген басу керек. Сол мынау басып қалсақ,
біздің тышқанымыздың түймешесін сол жақтағы сол кезде мынандай кеңейткен нелерді көруге болады да жаңағы қандай құжаттарға болуы мүмкін да. Мынау барлық несін жаңағы басып тастау керек та. Мысалы книги памяти деп тұр. Енді әрбір қаланың өзінің шығарған жаңағы мына кітабы бар, аты жөні жазылған. Бірақ ояқта болмауы мүмкін. Мысалы Оренбург қаласынан шыққан адамдар өзінің книги памятисі бар. Соның ішінде болуы мүмкін ба, мүмкін емес па? О жағын біз білмейміз, бірақ бәрібір не де болса да осыны басып қойған жөн деймін да. Осы міне бәрін басып несін іліп қойдық, жаңағы ашу керек деп. Келесі біздің неміз қадамымыз деймін да. Келесі қадам не болмақшы? Мысалға жаңа айтып кеттім, толық фамилия жазудың қажет жоқ. Мысалға менің атамды іздеген кезде мен мысалға онша сенімді емеспін да. Сол мысалға менің атамның фамилиясы Амандықов болса, соны сондай қатесіз сол күйінде сол қолында қандай құжаты болды, соның ішіне сөйтіп фамилиясын жазды деп ешқашан ойламау керек. Бұл мен сендерге айтатын қағидам сол. Мысалға Амандықов болса, тек біз қазақша не латын орыс әріптерін кириллицадан деп қояйық та, содан кейін мынау жұлдызша жазып қояйық. Мейлі ама деп, мейлі аманды деп. Осындай бастапқы әріптерін басып, содан кейін мынандай бір жұлдызша болады. Мынау перне тақтаның оң жағында осындай немесе 8-дің басында осындай жұлдызша болуы мүмкін. Сондықтан сол жұлдызшаны қойып қою керек. Ол не деген сөз? Мысалы Амандиков болуы мүмкін да. Амандиров кей кезде жаңа қазақша В деген әріп болмаған ғой. Әріпі де дыбысы да болмаған. Қазақтың байырғы қазақ тілінің құрамында В әріпі болмаған. Ол қазақтың вагон деген сөзге үйрету үшін вагон көбінесе В, Б болып кетеді да жаңағы. Сондықтан немесе П болып кетуі мүмкін. Амандық деп мүмкін айту мүмкін. Сондықтан мынау штабтың жазармандары соны П деп жазуды әбден мүмкін. Сондықтан біз сондай қателіктерді айыру үшін немесе жаңағы мынау қатесі бар фамилиялар мына біздің қазір іздеген тізімнің ішінде болу үшін сондай мүмкін ау деген соңғы К, О, В 4 әріп, 4 дыбыс өзгеше болып кіріп кеткен фамилияңызға. Соны көру үшін қандай қатесі бар фамилиялар. Сондықтан мынандай жұлдызша салып қоямыз. Аты дейік содан кейін тағы бір қайталап жіберейік. Міне Н әріпі да, өткені Н әріпін біз онда жұлдызша қылып арасына салып қоюымызға әбден мүмкін осындай қылып.
сол кезде мен әлдеқашан тауып қойған бір құжатты да жаңағы Амандыков болып кеткен екен менің атам. Сондықтан Амандыковтың орнына жаңағы қатесі бар нені осылай таптым мен. Құжаттардың ішінде менің атамның аты жөні қалай жазылған қатесі бар фамилиясын. Бірақ оны қате деп есептемейді, сол күйі оригинал болып жазылып кеткен да. Енді атына келетін болсақ, о кісінің аты Естенбай. Бірақ мынау қандай себеп екенін де білмеймін, ол қалай Естенбай дегеннің орнына Естенбек болып кеткенін, жаңа айттым ғой, жаңағы несі аты өзгеріп кеткен, бек болып. Әлдеқашан тауып қойғам, бірақ соған қарамастан жаңағы мен жаңағы мысал ретінде сол адамның атын жазып жатырмын. Еді мел үлкені әріп, кіші әріп ол қайсынан бассам десең де бәрібір Естен дейміз де жаңағы жұлдызшаны салып қоямыз. Қалғаны мынау басқа бір. Қалғанын толтырмай-ақ та қоюға болады, бірақ егер Қазақстаннан, мысалы Қазақстаннан соғысқа шақырылса, сол кезде жаңағы место рождения, ол кезде Республика Қазақстан емес, Қазақстан Республикасы дейміз. Ол кезде Казахская СССР. ССР дейді. Сондықтан оны да кім білет қандай болған. Міне былай істейік. Дата и место призыва деудің орнына каз, мысалға менің атам Сарысу районының РБК-сымен шақырылған болса да оны түгелмен жазбай, өткені ол деректің өзі, мысалы Сарысуйский деп, оның өз қателікпен кіріп кетуі мүмкін да, оның жаңағы мынау қызыл әскер, красноармейский книжкасының ішінде да. Сондықтан қатесімен жазылуы мүмкін. Сондықтан ол қате, біздің қазір міндетіміз қатесі бар нелерді іздеу да, жаңағы мынау жазбаларды. Сондықтан каз дей саламыз да, жұлдызша болды. Осымен енді жобалап осылай салып қойдық. Содан кейін искать деген жаңағы мынау түймешені басамыз қызыл. Сөйтіп міне айттым ғой жаңа ғана. Амандыков, Естенбай. Бұл неге тура жазылған? Оны қазір мен түсіндіріп беремін. Амандыков, Естенбай деп тұр, оны да қазір түсіндіріп берем. Амалдыков, Естенбек деп тұр. Негізінен тағы бір документ шығу керек еді, бірақ неге шықпай қалған, ол жағын білмеймін. Мейлі. Ал енді бұл мынау жаңағы миллиондаған документтердің ішінде бар екені сөйтіп табуға болады. Мына қатесі бар, мына Амалдыков. Басып көрейік. Мына бассақ, неяқта бәрі жазылып тұр да. Бұл мен кішкентай кезінде көргем мынау құжаттарды. Талас. Бұл 52-ші жылы іздеу салынған кезде, сол кезде мынаның түпнұсқасы үйден де көргем осы құжаттың. Осындай екен. Енді тағы бір
мына следующий найденный документ деп тұр, соны тағы түймешесін бассақ, әрі қарай жылжимыз да, нөмір 2-ші құжатқа келеміз. Бұл человек дополнительное донесение дейді. Көрейік, соны басып. Мына осында басу керек, сол кезде мынау жағаға осындай шықты. Содан кейін мына жерде тағы да бір құжат, бір топ не болуы мүмкін. Сондықтан оны парақшаларын ашып көрейік. Мына жақтан талас объединенный военный комиссариат дейді. Осы жерден шыққан іздеу қағазда начальник управления по учету погибших деп. Бұны біздің осы Талас районындағы военком жазған. Міне осындай амандық іздестіріп жатырмыз деп жаңағы барған ғой енді адамдар іздеп. Содан кейін өтініш қағаз сөйтіп жазған, осындай іздеп жатырмыз, әкеміз соғыстан қайтпай келді деп. Міне тағы да бір документ құжатты қарап көрейік. Сол кезде мынау Москвадан бұл мынау араласып кеткен ішіне басқа бір кісінің құжаты. Екенін білмедім. Міне ол да басқа кісінікі, сондықтан бұны қарамай-ақ та қоюға болады. Бірақ бұл сирек кездесетін қателік. Міне мынау да жаңағы бізге қарамайды, сондықтан мынау менің атама байланысты 52-ші іздестірілген, 52-ші жылы іздестірілген 2 құжат табылды. Енді тағы да бір 3-ші следующий найденный документке кірсек, тағы да міне 3-ші, енді 3-ші болды. Сол кезде мына жерде мынандай бір құжат шықты. Бұл тізім. Бұл нағыз Петропавл қаласында мен атам 42-ші жылдың июнінде военкоматқа шақырылды. Сөйтіп неге бұл барлық нелері бар, мына жақта қай уақытта жеткені қазір міне амалдық естенбектеп тұр. Сол кезде бұл июль дегеннен сол 18-інде мынау неге Петропавл қаласына түскен. Бірақ бұл құжатты, бұл не құжат екенін білмек болсақ, мынау посмотреть донесение дегенді басамыз. Сол кезде бұл рапорт ВПП дейді. Рапорт деген ол жағым не ғой? Военный не дейді? ПП. Пункт перемещения. В общем, надо и бір топты алып, бір жерде жиналып, содан кейін сол жақтан басқа жаққа жіберген кезде сол кезде сол бөлімшенің берген рапорты, ақпараты. Сөйтіп солар жазған. Бірақ бұның мысалға несін бұл мысалы мынау жазылған қағаз қандай құжатқа жататынын көретін болсақ, мынау ең бірінші бетіне барамыз да. Сол кезде мынау акт 5 октября 42 года дейді. Міне біз алдыңғы құжаттар 52-ші жылы болатын болса, мынау дәл сол соғыс кезіндегі құжат екен. Бұл тірідей сол кездегі уақытта жазылған құжаттың бірі. Міне қазір енді осылай табуға болады да, негізі алгоритмдерін айтып бердім.
келесі осы тізімдегі не болып жатқанын бұны өзгеше әңгімелеп беруге болады. Сондықтан бұл бірінші бөлім деп осымен доғаруға болады әңгімемізді. «252 адамның тізімі екен». Негізінен былайша айтып беретін болсақ, жаңа қайтып барайықшы осы жерге. Мынау қазір мен 252 адамның тізімі. Бұл Петропавл қаласынан 3 ай өтіп, жаңағы июль, август, сентябрь, енді мынау октябрьдің 5-інде жазылған. Сөйтсек, жаңағы мынау 4 ай. Не қылдедік? 4-ші ай бұл октябрь болып кетті. Мейлі. 3 ай. 3 айдан кейін, 3 ай жаттығудан өткеннен кейін, мына жауынгерлерді Петропавл қаласынан Воронеж, нағыз соғыс болып отқан шайқастың ішіне барып, жаңағы 40-ші армияға тапсырып, қолма-қол тапсырған туралы құжат жазылғанда акт. Міне 206-шы атқыштар дивизиясы СД деп тұр. СД деген стрелковый дивизия. Сол атқыштар дивизиясы 40-шы армия соған барып тапсырған. Соған қолма-қол соны қабылдаған адамның аты жөні, содан кейін соңғы мәрте қай жерде моншаға түскен, осы содан кейін мынау киім-кешек, қару саймандар не бар, соның бәрін осы жерде тәпіштеп жазылған. Содан кейін 15% жаңағы биттері бар екен дейді да, жаңағы сол кезде соңғы мәрте түскен несі моншасы 42-ші жылы 22 сентябрь күні неде анау Барки деген Петропавл қаласы, жаңағы мынау жаттығу орталығы болған. Сол жаттығу негізінен бұл 44-ші запастағы атқыштар полкі деп аталады. Сондықтан сол 44-ші мына жазылып тұр. 44 З деп тұр. Стрелковый полка деп. Сол. Міне енді келесі акт бола ма? Именной список. Міне именной списокі маршевый рота. Сөйтсек, маршевый рота дегеніміз мынау соғысқа тікелей шайқасқа мынау запастағы полктен Петропавл қаласының неге Воронежге жіберген кезде соған жаңағы осы команда құрып 665-ші нөмір беріп пойызға отырғызып жібергенде мынау сол тізімі, әр қайсының тізімі, 252 адамның тізімі. Біреу сыған екен ішінде, ол жолда қашып, оның әңгімесін айтпай қойын. Бірақ мына осы 252 адамның тізімі. Көбінесе бұл Шығыс Қазақстан облысының жігіттері, Жамбыл облысынан да бар, Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, бір көп емес, олар ара-тұра кездесіп қалады. Бірақ көбінесе осы біздің Шығыс Қазақстан облысы және Жамбыл облысынан шыққан жігіттер. Қарағанды облысы бар, содан кейін мынау Көкшетау, сол жақтан шыққан жігіттерінде бірен-саран табылады. Міне негізінен бүгін соны айтып бердім, қалай іздеп табуға болатынын. Егер тағы да сұрақтар болатын болса, мысалға сіздерде ол пікірдің ішіне жазып, қандай сұрақ
соны жазып беруге. Келесі, егер мынау менің қысқаша осындай ролигім сіздерге ұнаса, онда пікір жазылып, содан кейін пікірде тілектерді жазып жіберуге болады. Осындай тағы да көргім келеді. Кейбір нәрселер түсініксіз, түсінікті ма, соның бәрін жазуларыңызды сұраймын. Егер лайк басқыларыңыз келсе, лайкта басып жіберуге болады, жазылуға да болады. Осылай сөйтіп осымен тәмамдаймын. Бұл бірінші бөлімі деп есептейік.